Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздермен өзімнің неше жылдан бері қолданып келе жатқан керемет дәмді шығатын қазымның рецептімен бөлісейін деп отырмын. Бұл рецепті бойынша менің видеоларымның арасында бешбармақ жасалу рецепті бар, оны да бақылап отырыңыздар. Бізге бар болғаны қажетті жылқының қабырға сүйегінен алынған еттер және ішек әдемілеп жуып тазалап алынған, майлы бетін сыртына қаратып қоямыз, және сарымсақ, лавр жапырағы, қызыл бұрыш және тұз. Бар болғаны осы заттардың қосу арқылы керемет қазы дайындап шығарамын. Ал сіздер менің арнамды жоғалтып алмас үшін подписаться деген төмендегі қызыл кнопканы басып қойыңыздар. Сол кезде менің видеоларым сізге әрдайым көрініп отырады. Алдымен сарымсақты осылай майдалап турап аламыз. Өздеріңіз қалағанша турап алсаңыздар болады. Және етті молырақ қып тұздаймыз. Себебі еттің дәмін тұз өте жақсы келтіреді. Видеода көріп отырғандарыңыздай етті мен солонка етіп турадым, өйткені ішекке оңай кіріп кету үшін. Және қызыл бұрышты қосамын. Өздеріңіз қалағанша көп мөлшерде немесе аз мөлшерде қоссаңыздар болады. Мен қызыл бұрышты көбірек қосқанды ұнатамын. Және сарымсақты осы еттің арасына кіргізіп қоямын. Егер түсіп бара жатқан жағдайда болса, ішектің ішіне өздеріңіз қолдап салып жіберсеңіздер болады. Мен бұл ішектің бір ұшын жіппен байлап қойдым. Екінші ұшын арқылы осы жаңа дайындап қойған етімді сала бастаймын. Дәл видеода көріп отырғандағыдай жасасаңыздар, керемет қазы сіздерде де болады. Осылай сала беремін. Сарымсақтарды қайтадан ішіне, түсіп қалған сарымсақтарды қайтадан ішіне салып жібереміз. Арнаға жазылуды ұмытпайық. Бар болғаны подписаться деген қызыл кнопканы бассаңыз болды. Міне менде осындай қазы дайын болды. Екінші ұшында етті салып болғаннан кейін жіппен байлап қоямыз. Осындай керемет қазы дайын болды. Егер менің рецептім бойынша жасап жүрген болсаңыздар, астына комментарийға пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Ұнаса лайк басыңыз.